Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Өлкетану сабағына қош келдіңдер. Шеңберге тұрған себебіміз сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін бір-бірімізге жақсы тілек айтамыз. Мен сендерге бүгінгі сабақта жақсы көңіл күймен әрі белсенді болуларыңды тілеймін. Сен Мадияр ары қарай жалғастыра қой. Бүгін сен көпкесің. Мен саған сәттілік тілеймін. Мен сендерге бәрілеріне сабақтарын жақсы өтсін деп тілеймін. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар орында. Топқа бөліну үшін шығып бір-бір жебеден аламыз. Келіңдер. Балалар, алдарында бағалау парақтары жатыр, иә? Әрбір тапсырма, әрбір орындарынан тұрып жауап берген сайын сендер өздеріңді ұмытпай бағалап отырыңдар, жарай ма? Тақтада не көріп тұрмыз, балалар? Тамам, тұра қойайық. Қазақстанның картасын көріп тұрмын. Қазақстанның картасын көріп тұрмыз. Тағы не көріп тұрмыз? Қазақстанның киелі жерлерін көріп. Жарайсың, тағы да не көріп тұрмыз? Қазақстаннан киелі маршруттардың жерлері. Киелі жерлеріне маршрут көріп тұрмыз, иә? Солай, иә? Жарайсыңдар балалар, жайы Қазақстанның картасын көрдік дедіңдер, иә? Туристік маршруттар көрдік дедік, иә? Арны және киелі жерлерді көрдік дедік, иә? Соның барлығын жұптастыра келген кезде енді сабақтың тақырыбын біліп алайық, иә? Онда назарларың тақтада болсын. Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен жасанды интеллект. Бүгін мен сіздерге ерекше сабақтың тақырыбын айтамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды интеллект көмегімен туристік маршрут құру. Дайынсыздар ма? Онда бастайық. Жасанды интеллект көмегімен туристік маршруттар құру. Жарайсың. Бүгінгі таңда көптеген жасанды интеллекттің платформалары бар, иә? Сол арқылы біз қазір сендермен өзіміздің үлкен Нарын ауданы туралы кішігірім қысқа не істейміз? Маршруттар істейміз, иә? Оның біздің Солдаты орта мектебі қандай ауданға жатады, Алена? Үлкен Нарын ауданына жатады, иә? Үлкен Нарын ауданы 18 ғасырда пайда болған. 2009 жылға дейін Баршнарымская деп аталған. Одан кейін Үлкен Нарын ауданы деп аталады, иә? Үлкен Нарын деп аталады. Одан кейін 2024 жылдың 1 қаңтарына дейін қандай аудан болып есептелдік біз? Қатон-Қарағай ауданы. Иә, дұрыс, жарайсыңдар. Қатон-Қарағай ауданы болып бөліндіге аталғанбыз, иә? Үлкен Нарын 24 жылдан бастап 1 қаңтарынан Солдатовадан бастап ары қарай Үлкен Нарын шекарасы, Үлкен Нарын ауданының шекарасының ауылдары барлығы неге жатады? Үлкен Нарын ауданына жатады, иә? Келесі тапсырмамыз қазір барлықтарында ChatGPT қосымшасы бар, иә, телефондарында. Қазір соны ChatGPT-ға жазасыңдар. Так, сендерге тапсырма қазір. Бірінші топ сендер, иә? Бірінші топқа тапсырма. Біз Үлкен Нарын ауданы туралы туристік маршруттар жасадық деп мультик жасайсыңдар, жарай ма? Видео жасайсыңдар, VO3 форматындағы. Ал сендер Үлкен Нарын ауылынан Солдатова ауылына дейін қанша шақырым екені туралы кішігірім видео жасайсыңдар, иә? Тапсырмамызды орындап болсақ, кәнекей бірінші топ қандай видео жасадыңдар? Біз Үлкен Нарын ауданының туристік маршруттарын жасадық. Тапсырманы тез әрі сапалы жасағандарың үшін сендерге бір қылыш беріп отырамын, иә? Осы қылыштарды сабақтың соңында не істейміз? Санап, өз бағаларымызды шығарамыз, иә? Ал қазір жаңағы осы тапсырманы істегендерің үшін не жерде бағалап, өздеріңді бағалап қойыңдар. Екінші тапсырманы көру үшін екінші топ сендерді ортаға шақырамын, келе қойыңдар. Үлкен Нарыннан Солдатова ауылына дейін 50 километр. Жарайсыңдар. Ал балалар, сендерге де бір қылыштан сабақта белсенді қатысқандарың үшін бір қылыштан сендерге беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазылар алқасы және де байқауға қатысушылар. Бүгінгі менің өлкетану сабағыма өзіндік талдауым. Сабақтың басында психологиялық ахуал тудыру үшін балаларды ортаға шығарып, бір-біріне жақсы көңіл күй сыйлау үшін өздеріне бір-біріне жақсы тілектер айтумен басталды. Одан кейін оқушыларды жұпқа бөлдім, көрсетіп, Қазақстан картасында көрсетілген суреттер арқылы сабақтың тақырыбын ашады. ChatGPT және де Gemini қосымшалары арқылы оқушылар бейнеролик жасауды үйренеді. Көрсетілген қосымшалар арқылы өздері бейнематериал дайындап ұсынды. Және де соңғы тапсырма дайын аркутта көрсетілген QR кодты ашып
көрсетілген жұмысты қысқаша түсіндіреді. ChatGPT арқылы өздері аркуп дайындап үйренеді. Функционалдық сауаттылық. Кері байланыс. Мұғалім оқушылар жауабын мұқият тыңдап, кері байланыс беріп отырады. Қылыш және киіз үйлер әдісі арқылы жұптар бір-бірін бағалайды. Жасанды интеллект пайдалануды үйрену арқылы кез келген сабақта қолдана алады. Сабақтың соңында оқушылар тақтаға шығып, ұстазға SMS хабарлама жазу болды. Не ұқтым, не көрдім, нені үйретемін, нені үйрендім. Бұлар осы ұялы телефондарды тақтаға іліп кетті. Сабақтың сапалы бағасы СНВ талдауы арқылы беріледі. Сабақтың тиімділігі. Сабақ мақсатына жетті, сабақ кезеңдерінің арасында байланыс жасалды, сабақтың тығыздығы 3 тапсырма болды. Уақыт тиімді пайдаланылды, тайм-менеджмент сақталды, ынтымақтастық атмосферасы орнатылды. Сабақтың қарқын дереккөз тәсілдері қолданылды. 3-ші тапсырмада функционалдық сауаттылықтарын дамытуға ықпал етті. Бұл сабақтың сәтті тұсы болды. Нейтральды сабақтың табысы. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары байқалды. Киіз үй әдісі арқылы жұптардың бірін-бірі бағалауы болды. Жебе тәртіп топтарын анықтауы, жұбымен бірлесіп ақпаратты талдауы, сабақ барысында сыныптағы жағымды атмосфера, оқушылар жұпты ынтымақтастыққа жұмыс жасауы. Ал әлсіз тұстарын айтатын болсақ, кері байланыс жасауда кейбір оқушылардың қиналуы, сондықтан болашақта оқушылардың сындарлы кері байланыс беруге үйретуді дамытамын. Назарларыңызға рахмет.